Спорт тарихындағы тұңғыш қысқы универсиаданың тұсауы 1960 жылы Францияның Шамони қаласында кесілді. Содан бері 2 жылда бір болатын қысқы универсиада төрткүл дүниенің төрт бұрышында 27 мәрте өткізілді. 27-ші қысқы универсиада Испанияның Гранада қаласында өткен болатын. Сол сайыстағы үздік өнер көрсеткен 5 мемлекет жайында сөз қозғамақпыз. Үздік бестікке іліккен Қытай Халық Республикасы 5 алтын, 4 қола медальды өз қанжығаларына байлады. Швейцариялық спортшылар 5 алтын, 1 күміс, 4 қола, жалпы саны 10 медальмен 4-ші орынға тұрақтаған. Біздің спортшылар болса 5 алтын, 6 күміс медальмен үздік үштіктің 3-ші орнын иеленді. Алтын алғандар қатарында Арина Райкова, Юлия Галышева, Павел Калмаков, сондай-ақ Анастасия Слонова бар. Анастасия 2 рет жеңіс тұғырынан көрініп, ел абыройын асқақтатты. Оңтүстік кореялық спортшылар 5 алтын, 9 күміс, 2 қолаға қол жеткізіп, өз еліне 2-ші орында сыйлаған еді. Ал Ресей Федерациясының қанжығасы бұл сайыста майлы болды. Ел қоржынына жалпы саны 56 медаль байланды. 20 алтын, 18 күміс пен 18 қола жүлдеге ие болған ресейлік спортшылар көш басынан көрінді. 28-ші қысқы универсиада алауы 29 қаңтар күні Алматы арена төрінде жағылды. Спорттың 12 түрінен ел намысын қорғайтын спорт саңлақтарына алдағы сайыстарда толағай жеңістер тілейміз.